Үй алам деп жатқан азаматтарға менің айтарым, біріншіден жіті осы құрылыс компаниясын тексеріп алу, құжаттарының барлығын дұрыс па, дұрыс емес па, заңды түрде ол өз іс-әрекеттерін жүзеге асырып жатыр ма, соны тексеріп, және де осы жергілікті атқару органдарының порталына кіріп, осы құрылыс компаниясы туралы барлық керекті деректерді алып алуларыңызға болады. Және де ең бірінші, егер де сіздер үлескерлер туралы шарт жасайтын болсаңыздар, онда олардың Қазақстан тұрғын үй компаниясының акционерлік қоғамының кепілдігі бар ма жоқ па, соны біріншіден тексеріп алуларыңызды сұраймын. Содан кейін екіншіден, жергілікті атқарушы органдардың рұқсат қағаздары болу керек, үлескерлердің қаражатын жинау туралы. Егер де құрылыс компаниясы Қазақстан тұрғын үй компаниясы акционерлік қоғамының кепілдігі болмай, және де жергілікті атқарушы органдардың рұқсатынсыз үлескерлердің қаражатын тартып жатса, бұл деген заңсыз болып есептелінеді. Және де барлық азаматтарға айтарым, бұндай құрылысқа ақшаларыңызды салмауларыңызды сұраймын.